Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Әдебиетті оқу пәнін бастаймыз. Бөлім бойынша тақырып салт-дәстүр және ауыз әдебиеті. Тақырыбы қош келдің, Наурыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты шығармашылық жұмысын мұғалімнің көмегімен сурет, каллиграмма, сөзжұмбақ, фотосурет арқылы ұсыну. Сұраққа жауапты анықтамалық кітаптардан, жинақтардан, сөздіктерден табу және ақпаратты берілген үлгі кестеге салу. Оқушылар, сөзжұмбақ шешейік. Осы сөзжұмбақты шешу арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтап аламыз. Кәнекей, мына сұрақтарға жауап берейік. Әлемдегі ең мейірімді жан ол кім? Әрине, ана. Наурыз көжеге қосылатын дән. Бидай. Жаңа туған малдың сүтінен жасалатын тағам. Уыз. Көктем айы. Сәуір. Еттен шекке тығылып жасалатын ұлттық тағам. Шұжық. Наурыздың ұзақ сары күні. Ұзын сары. Жарайсыңдар оқушылар, сендердің де жауаптарың менікімен сәйкес болды деп ойлаймын. Оқушылар, біздің тақырыбымыз Наурыз. Яғни біз осы сабақта Наурыз мейрамы туралы мәлімет береміз. Талқылауға арналған сұрақтар. Наурыз мейрамы қай кезде тойланады? Наурызда ата-анаңа, ұстазыңа, достарыңа қандай тілек тілер едің? Оқушылар, Наурыз мерекесі мәтінін оқиық. Оқушылар, бұл мәтін кітапта 50-ші бетте жазылған. Әр адам отбасы мүшелерін немесе туыс-туғандарымен, дос-жарандарын ұлыстың ұлы күнімен құттықтап, жақсы тілек тілейді. Наурыз көжеден дән татады. Наурыз көже келер жылғы молшылықтың жоралғысы ретінде әр шаңырақ міндетті түрде жасайтын арнаулы тағам. Оған кем дегенде 7 түрлі азықтық заттар қосылуы тиіс. Олар бидай, тары, жүгері, бұршақ, сүт, су, тұз. Тақ санын сақтап, тағам түрін көбейте беруге болады. Құрт пен қатықтың қай-қайсы да сүттің орнына толтырады. Оқушылар, мәтін сендерге түсінікті болды ма? Бұл мәтінде Наурыз көженің қалай дайындалуы туралы жазылған және де оған қандай 7 түрлі тағамның қосылатындығы және де қалай қонақтарға беруге болатындығы жазылып кеткен болатын. Оқушылар, енді мына өлеңді түсініп оқиық. Оқушылар, бұл сендерге тапсырма. Наурыздағы тілек өлеңін сендер міндетті түрде жаттап алыңдар. Бұрынғы заманда үлкен аталар бата берген. Бұл батаны бүгілі отырып, алақандарын жайып, бірге тілек тілеген. Яғни бата сыйлы, құрметті адамдар беретін болған.
Наурыздағы тілек. Ала биең құлындап, алатауға сыймасын. Қара биең құлындап, қаратауға сыймасын. Үйіңнің алды той болсын, қораң толы қой болсын. Қазаныңда қайнаған, күлкілдеген май болсын. Айың тусын оңыңнан, күнің тусын солыңнан. Мал менен басың тең өсіп, кетпесін дәулет қасыңнан. Жарайсыңдар балалар, өлеңді түсініп оқып алдыңдар. Міндетті түрде өлеңді жаттап алыңдар. Бізге кітабымызда 52-ші бетте орналасқан ұзын сары мәтіні. Бұл мәтіннің авторы Қабдеш Жұмаділов. Жәнеки мәтінді толық қана түсініп оқиық. Апам жылдан сойған сайын, мынау сенің шұжығың деп балалардың әрқайсысына бір шұжық жасап беретін еді. Өзіндікі деген қиын ғой, оқта-тектен тошала үйге кіріп, қайысқан қалың еттің арасынан өз шұжығымызға қарап жүреміз. Томпиған сүйкімді шұжықты жегіміз келіп қыңқылдасақ, соңыра ұзын сары келгенде жейсіңдер деп апам кейінге қалдыра береді. Ал ұзын сары деген қонақтың қашан келері белгісіз. Бір күні есік алдында балалармен асық ойнап жүрсем, бір ұзын сары кісі аттан түсіп, шылбырын атағашқа байлап жатыр екен. Өмірі мұндай қуанбаспын. Ойыңды қоя салып, үйге қарай ұштым. Апа, ұзын сары келді, шұжықты ас деппін, табалдырықтан аттай бере. Апам ішегі қата күліп, әлгі қонақты үйге кіргізді. Сөйтсем, ол төменгі Көктал жақта тұратын Сарыбай деген шал екен. Апам ұзын сары дегенде әлде бір кісіні емес, Наурыздың ұзақ сары күнін айтатынын кейін білдім. Оқушылар, мәтін түсінікті болды ма? Бұл мәтінде сендерге ұзын сары сөзі берілген. Ұзын сары сөзі бұл адамның аты емес, ұзын сары көктемнің, яғни наурыз айының ұзақ сары күнін екені айтылған. Сөздік. Тошала. Қыста ет сақтайтын жеке үй. Атағаш. Ат байлау үшін орнатылған кесінді ағаш. Оқушылар, бұл әңгіменің авторы Қабдеш Жұмаділов. Қабдеш Жұмаділов Тарбағатай аймағында туған. Бұл халық жазушысы. Оның Соңғы көш, Дарабоз, тағы басқа кітаптары бар. Оқушылар, наурыз мерекесіне қатысты 5 сөзден сөйлем құрастырып жазыңдар. Мысалға, наурыз көктем мен жаңару мерекесі. Наурыз әлемдегі ең көне мейрам. Наурызда күн мен түн теңеледі. Оқушылар, балалар, әр сөйлем 5 сөзден құрастырылған көріп тұрсыңдар. Яғни сендер әр сөйлемді 5 сөзден құрап жазыңдар. Наурыз дастарханы. Наурыз дастарханында, яғни дастарханға қойылатын заттар наурыз көже, қазы қата, бауырсақ, шелпек, құрт, май, жент, айран, ірімшік, қаймақ, қуырдақ, уыз. Оқушылар, яғни өздерің білетін наурыз дастарханына қойылатын заттарды сендер пікірлеріңді жазып кетіңдер.
Сабағымызды қорытындылаймыз. Кері байланыс. Жетістік баспалдағы. Яғни үлкен баспалдақ қолдана аламын, түсіндім, аздап түсіндім, түсінбедім. Яғни осы сабақты сендер кері байланыс жасаңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.